Мұрат Кенжебаев, жазалау. Бейнеудегі атақты Майлин көшесімен зулап келем. Қасымдағы клиентім өзіммен қарайлас. Көп болса бірер жас үлкендігі бар жігіт ағасы. Бұл көшенің бір құдіреті сонда, жай жүретін көліктің түрі бұл көшеден жүрмейді. Тіпті велосипед жүргізушілері кейде қапталдасып шауып келе жатады. Өз көзіңе сенбей, велосипедке бір, спидометріңе бір қарайсың. Спидометр көрсеткіші 60-тың ар жақ бер жағы. Ал қапталыңда велосипед мінген кісі аз болса бетіңе қарап, мені көрдің бе дегендей ыржаңдап қояды. Сүгір көшесінің қиылысынан өткесін мен де күшке міндім. Мадина дүкеннен өткесін қатты еліріп кеткен болуым керек. Қасымдағы жігіт ағасы: «Брат, жайлаңқыра, үйде 8 балам бар күтіп отырған. Мечтадан әйеліме сыйлық алып келе жатырмын» дегеніне мен де айылымды жимастан: «8 балам бар дейсің бе? Сен де жай адамаған болдың ғой уақытында» деп едім. Жарылды күлкіден. «Брат, сол қалай айдасам да шыдаған жан-жарыма iPhone Pro 14 дейме сондай бір қымбат телефон алып келе жатырмын. Соны аман-есен жеткізейін, содан соң заборға соқсаң да өзің біл» деді жолаушым. Дұрыс ағасы. Жеңгейді қатты жақсы көретін болып тұрсың ғой анандай қымбат телефон алғаныңа қарағанда. Маған салса сол телефонның бағасына бездок приор алам ғой, мынаған донор қылып деп, мен де өз керегімді айттым. Брат, оның да дұрыс шығар. Бірақ дүнияны шашатын кез болады, қайта жинайтын кез болады. Уақытында көңіліне тиген кезім көп болып еді. Енді соны жуып шайып жүрмін. Бала келім бар дегендей, сол балама үлгі болайын. Ағайының алыстап жақының жат болғанда, жаныңда қалар жалғыз жан әйелің болады. Осы бастан қадірін біл дегенім ғой. Осы әңгімемен әдіріске келіп жеттік. Брат, міне келіскен 400 теңгенің орнына 500, ризамын. Ал үстіндегі 100 теңгеден мен азайып сен көбейіп кетпессің. Ағаңның берген тәбәрігі деп ал деп, қолыма бүтін 500 теңгелік ұстатып кетті. Клиенттің бәрі осындай болса ғой, арқа-жарқа әңгімелесіп отыратын деп ойландым да, қайтар жолға сол Майлинге қайта түстім. Күнісі болса да уақыт бар, тағы да индрайверден клиент алмақшымын. Атамекен мектептен өтіп, Голд дүкенінің жанындағы аялдамада екі келіншек қол көтеріп тұр екен. «Қой, заказ алмадың деп индрайверден шығарып жіберсе де мына екі сылқымды ала кетейін. 5 минут болса да сұлулармен сұхбаттасып барғанға не жетсін» деп тоқтай қалдым. Есігін ашқаны: «Кондер бар екен, жақсы болды ғой» деп жайғасты да, екіншісіне де орын берді. 35-40-тардың шамасындағы келісті келіншектер екен. «Ал сұлулар, жол болсын. Қайда тарттық?» деп әңгімені өзім бастадым. Екінші келіншектің сөзі біріншісіне қарағанда жылдам екен. «Патша көңіліңіз білсін, мынандай кондер бар көліктен түскімізде келіп отырған жоқ. Бұйырған жағына тарта беріңіз» деп сыңғырлап күліп алды да: «Әзіл ғой аға, орталық халық банк» деп қасындағысына жауап күткенде қарады. Күн жанып тұр. Терезені кішкене түсірсең, сырттан біреу бетіңе от лақтырғандай болып тұр. Мен бұйырған жаққа алып кете беретін едім. Әттең, жасым өтіп кетті. Жасым өтпегенде де бәйгем Боранқұлға дейін жетер. Ар жағына неғайбылау дедім тұспалдап. «Олай төмендей бермеңіз. Көп болса 50-ге енді келген шығарсыз. 50 деген ердің жасы ғой» деп енді біріншісі күлді. Бізде көрінген көк аттымен кете беретін ойымыз жоқ. Шауып шықса сол халық банкқа дейін барармыз. Ақ көңіл әңгімешіл ағамызға рахметімізді айтып қалармыз деп сөзін жұптады. Сол арада белдеулі көшенің тұсына жақындап қалдым. Орта жастан асқан әйел адам қол көтеріп тұр екен. Екеуіне ала берейін бе дегенде ишара жасап едім. Бірінші мінген келіншек: «Ала беріңіз, бұйырғаны шығар» деп рұқсат берді. Өзім жақтырмасам да 200 теңгеден 300 теңге көптеу ғой деп тоқтадым. Ол алдыңғы есікті ашты да, үстіндегі су толтырып қойған шар сияқты сыптиған киімін дұрыстап тұрып алды. Салқындатқыш жасап тұр. Бұл есікті ашып әлі тұр. Замандас, кондер қосылу тұр ғой, болсаңызшы» деді мен шыдамай. Ол асықпай отырып алды да артына қарап еді. Арттағы екеу бірде қысылған жай дауыспен: «Сәлем бердік» дегендей үн шығарып еді. Абысынды келінді екеуің бе? Жиендерімнің тапқанын осылай таксиге мініп тырқып тауысып жүр екенсіңдер ғой. Апам сендерді еркіне жіберген екен. Екеуіңді көшеге жіберіп, өз сендердің балдарыңды бағып қалған шығар, сорлы» деп екеуін тысқырып алды. Соған қарағанда бұлардың жақындықтары бар. Енді кезек маған келді.
Өшір ана кондеріңді. Аурудың бәрі кондердан. Мыналар сияқты еркіне кеткен қатындарға кондері мен музыкасы бар көлік болса болды. Орталыққа бір кеткеннен кеш болғанда бір келеді. Өшір ауру таппай тұрғанда деп маған бұйыра сөйледі. Ау, замандас, күн болса өртеніп тұр. Терезені ашатын болсам, от есіп тұр. Өлеміз ғой сылап. Оның үстіне сіз көлікте жалғыз емессіз ғой деп мен де ызбарлана бастадым. Онсыз да әй-шәй жоқ, жарбиып көліктің алдыңғы жағына отырғанын жақтырмай қалған едім. Көлікте жалғыз емессің деген не сөз? Ұнатпайтындар түсіп қалсын. Ешкімді зорлап отырғызған жоқпыз дегенде, мен айтарға сөз таппай қалдым десем де болады. Кондерді өшіріп, өз жағымдағы тереземе саңылау бердім. Үнсіздік ұзаққа бармады. Не болса да айтып өлетім мен. Жалпы әйел адам көліктің алдына отырған келіспейді. Егер мен жолдан тағы бір адам алсам, ол еркек адам болса, сіз түсіп артқы отыруыңызға тура келеді деп көзімнің қиығымен сынай қарадым. Неге түсем? Әйел алды отырса не бопты? Еркек перкек деп әлде қандай болмаңдар шосы. Отыр ғой үйде бір еркек, құдай болатын болса. Не үйге пайдасы жоқ, не түзге пайдасы жоқ. 10 жыл болды. Оны да балдарында асырап келем. Дымым кеткен жоқ. Осы заманда миллионнан кем табатын еркек емес. Сондықтан еркек едік деп кеуде қағатын заман өткен деп терезеге қарап шалғая отырды. Отырған орнында жұдырықпен тастап кеп жіберіп, көліктен түсіріп кететін жер, әттен қарасы жұғама дейсің де. Күйеуіңізге орден беру керек екен, шыдамдылық үшін. Басқа біреу болғанда, сіздей қатынмен тұрғаннан асылып қалғанын тәуір көреді ғой деп, көзімнің қиығымен сынай қарадым. Ол шап етіп ұрса жөнелген жоқ. Сарғыш өңі сұрлана көгеріп, бозарып қызарғандай әсер берді. Қазақша айтсақ, сілігі бетіне шықты. Ақырын маған қарай толықтау денесінің кеудесі, мойны, сосын барып беті бұрылды да. Еркек десе намыстарың келеді, беттерің айтса жақпайды. Әйел деген ылғи алдарыңнан кесе өтпей, мүләйімсіп тұру керек екен ғой. Еркектікі дұрыс деп, мойынсынып ләббай тақсыр деп алдарыңа құлды қырып тұруымыз керек пе? Былшырамаңдар, еркек шыққан жерден әйел де шыққан. Сондықтан правамыз бірдей. Қолдарыңнан боқ келмей ме, онда күшті әйелге мойынсыныңдар. Мойындамайсыңдар ма, атамнан әрі, кетің қаңғып бомыж болып деп, бар зәрін төкті. Сол арада біз діттеген жерге жеттік. Екі келіншек үн-түнсіз суға түскен торғайдай болды. Екі темір жүздігін тастап түсе берді. Мына дол қатынның бетіне қарап едім. Мен гайдан түсем деп міз бақпай, жарты тонна боп отыра берді. Қап, жолдан тоқтап синалып жүрген мен ақмақ деп, бірден жұлқи жүріп кеттім. Замандас, қалай болғанда да сіздікі дұрыс емес. Үйіңіздегі еркек жасық екен деп, еркек біткеннің бәрін кінәлап, күстаналап, одан қалса танымайтын ер адамға да аузыңызға келгенді құса беруге болмайды. Сіздердей қатындардан үлгі алар болса, жаңағы қос келіншек не болады? Қазақтың бар әйелі сіздей болса не болар еді? Қазақта ерің пірің деген сөз бар. Сіз өлгенде сізден бірінші сұралатыны еріңіздің ризашылығы. Көшеде арақ ішіп, құлап жатқан күйеулерін сүйрелеп әкеліп, жуындырып, шайындырып, ас суын беріп отырған әйелдер неғып жүр деп ойлайсыз? Жұрттан ұялғаннан, Құдайдан қорыққаннан солай істейді. Мына бағытыңызды қоймасаңыз, бір күні бір еркек немесе Құдай жағыңызды қисайтып жіберуі мүмкін. Келдік, түсіңіз. Сізден соң көлікті адыраспанмен аластамасам болмайтын болды ғой. Құдай сақтай көрсін сіздей әйелден. Жүрген жеріңізді күрекпен қырып алып тастау керек екен дедім аялдамаға тоқтап тұрып. Асықпай ыңырана, кес менікін дегендей созыла түсіп Каспий Голд сұрады. Қой айналайын, бір тиының да керек емес. Өзіңмен кет, пәлекет, Құдай бар болса тәубеңе түсірер деп, есікті жауып алдым. Айтқан әңгіменің бірі де қыртына кірмегені сондай. Өле қал онда деді де, кердеңдей басып көлік біткенді бажылдата тоқтатып, жолдың қарсы бетіне 16-шы дом деп аталатын дүкендерге қарай өтті. Оңтайлы сәтті пайдаланып мен де келген ізіме түспек болып бұрыла бастағанымда көзім шалып қалды. Дүкенге жақындай бере, әлгі әйел жерге етпетімен былш етті. Шаң бұрқ етіп, кішігірім бомба жарылғандай болды. Не болғанын түсінбей жан-жағына қарап маған айбар шеккендей болып еді. Онысы бет-аузын қисайтып көрсетті. Ал мен болсам, Құдай, бар екенсің ғой деп, үйге адыраспанға асықтым. Мұрат Кенжебаев, оқыған Сұңғат Ғазиз.